Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен ауызашарға жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын болады. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқа, су және тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды сала отыра, қолымызбен қатты баса отырып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырдың қаттылығы еттің қамырына илегендей болуы қажет. Иленген қамырымызды бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында 2-3 рет ең қандырып басуды ұмытпаңыздар. Қазанымызға майды құйып, қыздырып, үстінен ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Етіміздің суы тартылып қуырғаннан кейін, майдалап туралған пиязымызды және сарымсағымызды салып, араластырып 3-4 минут аралығында қуырып аламыз. Кейін үстінен сәбізімізді де салып, араластырып, тағы да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай паприка, тұз және де 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығы бұл біздің тағамымыздың дәмін ашып, ерекше дәм беретін болады. Және де томат пастасын салып, жақсылап араластырып, қызартып қуырамыз. Үстінен картобымызды саламыз. Барлығын байқасаңыздар 4 бұрыштылап майдалап турап аласыздар. 2-3 минут аралығында қызартып жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен сәл асып тұратындай етіп су құйып, бетін жауып, қайнағаннан кейін баяу отқа қойып қоямыз. Енді осы кезде қамырын дайындаймыз. Қанып тұрған қамырымызды күлшелеп, осылай басында басып, жақсылап оқтаумен жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыздың тек шет-шетін баса отыра, осылай бір тегіс жұқа қамыр қылып жаямыз. Еттің қамырынан да жұқа қылып жайғандарыңыз жақсы. Сол кезде біздің қамырларымыз өте әдемі болып шығатын болады. Үстінен сұйық майымызды құйып, осылай қолымызбен бір тегіс етіп жағып шығамыз. Енді осы қамырларымызды видеода көрсетіліп тұрғандай 4 бұрыштылап кесіп шығатын боламыз. Міне сіздерге біреусін көрсетейін. Осындай бір тегіс жұп-жұқа қамыр болуы қажет. Енді қайнап тұрған подливкамыздың үстінен осылай май жағылған жағын астына қарата отыра жайғастырып шығатын боламыз. Бір-бірінің үстіне осылай қойып шығасыздар. Менде кішкене сәл су көбірек болып кетіпті. Сіздер бұдан да азырақ қылып құйыңыздар. Енді осының барлығын жайғастырғаннан кейін бетін жауып, баяу отта 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз пісіп шықты. Астын өшіріп, осылай қолымызбен осылай тез-тез алынатын болады. Жайпақ тарелкамыздың шет-шетіне осылай жайғастырып шығатын боламыз. Салмасында осылай ортасына, тарелкамыздың ортасына жайғастырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте ерекше дәмі күшті болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.